Сәлем достар баршаға. Бүгін ұлттық тағамымыз наурыз көже жасайтын боламын. Барлығына мәлім, оған 7 түрлі тағам түрін қосады. Әр жерде әр түрлі дайындайды. Бізге керек ингредиенттер олар ет, сүрленген аздап қазы, дәмін шығарғанға бидай, жүгері, маш, күріш, айран және де езілген құрт керек болады. Ең алдымен қазанымызға суымызды құйып, етімізді салып, қақпағын жауып қайнататын боламыз. Қазанымыздың астын орташа отта қайнататын боламыз. Қайнай бастағанда аздап бетінде көбіктерін алып тастаймыз және 2 сағаттай қайнатып, етті пісіріп алатын боламыз. Келесі кезекте бидай мен жүгеріні ыстық су құйып бұқтырып қоямыз. Бетін тарелкалармен жауып, шамамен 1,5-2 сағатқа бұқтырамыз. Етімізді сорпамыздан сүзіп аламыз. Кішкене суытқанға қойып қоямыз. Сорпасы таза болуы үшін көженің екінші ыдысымызға сүзгіден өткізіп алатын боламыз. Бұқтырылған жүгер мен бидайды, машты жақсылап жуып алатын боламыз. Алдымен жүгерімізді салып алатын боламыз. Бидайымызды салып, одан кейін машты жақсылап жуып алғаннан кейін салатын боламыз. Келесі кезекте күрішімізді салып аламыз. Суытылған етімізді ұсақтап турап аламыз. Ал қазыны мен бөлек алып қойдым. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, комментарий қалдырып, лайк басыңыздар. Әрбіріңізді оқитын боламын. Барлығын жақсылап араластырып, 50 минуттай қайнатып аламыз. Енді туралған етімізді салып, бір қайнатып аламыз және отты өшіретін боламыз. Көжемізге айран мен құртымызды салып араластырып алатын боламыз. Мінекей көжеміз дайын болды. Дайын болған көжеміздің бетіне мен туралған қазы салдым. Мінекей наурыз мерекесіне арналған көжеміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Асымыз дәмді болсын, ұлыс оң болсын, наурыз мерекесі құтты болсын. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Сымбат.